Hayırlı gün dostlar, barşаңызға сәлем. Бүгінгі жасалатын тағам, яғни картоп пен фарш. Оны жасау барысын көрсетеміз. Оның құрамына 10 картошка, 1 сәбіз, 2 пияз, 2 жуа, 3 чеснок, болгар бұрышынан 3, 600 грамм фарш, 1 қасық тұз, жарты қасық бұрыш, жарты қасық универсальный приправа. Осылай кететін бар. Сосын томатный соусына бөлек зат жасаймыз. Томатный соустың құрамына кететіндерді сосын көрсететін боламын. Ал кеттік ендеше. Достар, картошкамыздың ішін осылай алып тастаймыз. Ішінде алып тастағанды мынандай алып майлап турап аламыз. Сөйтіп тапаға салатын боламыз. Осылай турап аламыз. Фаршқа қосатын қылып майдалап. Картошкамызды майдалап салып қойдық осылай. Астына турап қойғанбыз. Сосын фаршқа араластырып аламыз. Достар, міне жуаны салып араластырдық. Енді үстіне бағанағы специяны қосамыз. Бұрыш, тұз, приправамыз бар. Осыны жақсылап араластырамыз. Картопқа салып қоя беретін боламыз. Достар, міне картопқа фаршты осылай саламыз. Өстіп қоя береміз. Достар, қараңыздар, міне кереметтей болып дайын болып тұр. Осылай салдық. Енді қалған 1 пияз, 3 чеснок, 3 болгарский, 1 сәбізімізді үрлеу турап жан-жағына салатын боламыз. Сосын томатный соусымызды бастаймыз. Неге достар, осындай көлемде 3-4-ке бөліп аласыз. Жіңішкеде осылай турай бересіз. Осыны ірі көлемде айналаларға салатын боламыз. Болгарский бұрышымызды да міне болгар бұрышында осылай ірі көлемде 3-4-ке бөлеміз. Сарымсағымыз майлап тураймыз. Турамыз осылай аккуратно турап аламыз, 2-ке жарып. Достар, мынаны қараңыздар, өте керемет болып дайын болып тұр, салынып. Енді томатный соусын істеп құятын боламыз. Алдына барып 5-10 минутта пешімізді қыздырып қоямыз. 200-220 градусқа. Соған салып алатын боламыз. Фольгасыз. Достар, мінекей 1 күрішке, тағы жарым күріш. Жарым күрішке суымыздан кейін езіп араластырып отырғанда бағанағы кориандр, паприка, асфетістердің барлығын тұзды қосамыз. Қара күріш, универсальный приправа. Енді осының барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Достар, қараңыздар, мінекей томатный соусты жасадық. Сөйтіп жиегін бір айналдырып қоя аласыздар. Толай аккуратно ортасына бірін құйып аласыздар. Суы осындай жерге дейін көрініп тұру керек. Өте қатты да құймау керек, тасып кетеді. Мінекей достар, осылайдан апарып пешке салып қоямыз. 1 сағат, 1,5 сағат піспесе 2,5 сағат, 2 сағатқа қойып аласыздар. Өте керемет болып шығады. Достар, мінекей керемет болып шықты. 2 сағат қойдық біз. Күйдіріп, әп-әдемі болып пісіріп алдық. Картошкамыз бен фаршымыз дайын. Сіздер де осылай үй жағдайында дайындасаңыздар болады. Өте керемет болып шықты. Жасап жатсаңыздар, комментарий жазып бөлісесіздер пікірлеріңізбен. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.